күшті екен. Семейге жолға шықты. Асырлатып берді жол. Жолды дұрыстаңызшы, Семейдің әкімі қайда, Өскеменнің әкімі қайда. Не мынау жолдар? Görмейсіздер ме? Күшті қылыстып тұрмады ма жолды? Қалыстар, Өскемендегі бүкіл шаруам бітті. Енді Семейге жолға шығып кететін қазір. Керемет, халықтың осы ықыласы өте күшті болды. Рахмет. Қазір карту. 2 айдан кейін келеміз, ренжімеңіздер, біз өткен уақыт тапшы. 2 айдан кейін келеміз, күтіңіздер. Семей күтіп жатыр бізді қазір. Достарына керемет. Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелалла киелі Маңғыстауда Пірбекет Пештамақта емсет әулие Назаралы сынық шыбыртай өз отбасымыздан шыққан әруақтар қолдап денсаулық. Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бізде жаңа күн жаңа түсірілім. Съемкаларымыз бітті. Санди Бексра. Санди, рахмет, Санди. Рахмет. Санди меня пытается все время научить красить, но я всегда говорю, Санди просто the best. Укладка где у нас Жанна? Жанна когда с ней? Жанна. В общем, у нее прекрасная команда. И что мне нравится, у Санди всегда ученицы работают в салоне. Я вот думаю, Санди, может, рискнем? И завтра меня накрасит твоя ученица новая. Можно? Но у меня рядом. Ты больше помогаете, да? Вообще, конечно, желательно, чтобы все визажисты в Казахстане прошли обучение у Санди, потому что все артистки, которые хоть раз в жизни красились у Санди, конечно, предпочитают макияж от Санди. И когда я приезжаю в регион, я, конечно, спрашиваю, где вы обучались? И мне говорят, я обучалась у Гуар или там Патрик там. Так вот, когда мне говорят, что я проходила обучение у Патрика Та или у Гуар, я говорю, слушайте, то, что вы сидели на 20-м ряду или там на 10-м, может быть, даже на 1-м ряду и просто слушали этих визажистов, это не обучение. Обучение, Санди, сколько у тебя длится? 7 дней обучаю и месяц практика в салоне. И 7 дней с утра до вечера? 3-4 часа. Да. И месяц полностью обучаются в нашем салоне. То есть проходит стажировку, да? Да, стажировку. Поэтому вот это я считаю обучением. Слушайте, а послушать просто человека можно найти. Өскеменге келсе біздің мына үйдің жанында күшті кафе ашылған. Аты қандай? Крэп кафе. Қай жерде бұл қызым? Қазыбек би 19/2. Мен осының ішіне келіп, өз-өзіне бүйдеп, жылағым келіп бүйдеймін ғой. Біздің Қазақстанға ақша қиып, осындай мықты кафені ашқан, рахмет деп бата беріп отырдым ғой. Сосын мына баланы шақырып алып ұрсып қоямын. Дұрыстап қызмет жасаңдар, ертең мына кафенің шырайы шықпай қалады деп. Бүкіл тағамы мықты, дәмді, керемет мынаны жаңа жедім ше, өте дәмді. Көзім қимайды, мынаны жеп, кәшті мықты. Сосын қызмет көрсету сапасы жоғары екен, ана бала күліп мейірімді болып қарап тұр да адамға. Сосын айтып жатыр едім, мынаған үшін мынандай күшті қып істеген іштерін қара. Мына бәрі тап-таза, еще керемет балалар ойнайтын бәрін. Иә, мына басқана бәрін жасап қойған. Иә, сұрайтын бұндай жерді қадірлеңдер, көріңдер. Шетелде бұндай бар, Қазақстанда бұндай ашу 2-ның бірі қолынан келді. Достар, күшті болды. Біздер Өскемендегі ең бір мықты, біздің үйдің жанында осындай күшті, керемет кафе ашылған. Іші деген керемет, қызмет көрсету сапасы жоғары. Ұлымыз келіп бізге. Мен кофе ұнағандықтан екінші мына кішкентайды алып, мен үлкен алдым, әдейі ұнады маған. Ал, қалайсыздар қыздар? Қош көрдік. Күшті, Өскемен әдейім болып кетіпті. Мына кафенің қандай жақсы жерлері бар? Бұл кафе халал кафе, отбасылық намазханасы бар, балаларға ойын ойнайтын жері бар, ана мен бала бөлмесі бар. Қазыбек би 19/2-де орналасқан. Кухнясы да өте дәмді. Келіңіздер, барыңыз күтеміз Өскемен. Неше адамдық мынаны іші? Өте үлкен, вип залы бар бөлек 30 адамға, туған күн, сондай бір жаңағы отбасылық мейрамдарға келуге болады. Неше дейсіз? 30 адам. Шаршаватсам әдейі өзіне ыржиып келіп тұр. Постоянно келем дейді, көрмесем тұра алмайын деп жатыр. Солай ма, па? Иә. Жақсы болдыңыз ба? Семейдікісі ғой да? Жоқ, Өскемендікі. Өскемен, одай кешіріңіз. Ұлыңыз кім, апатай? Найман. Найман қыз. Күшті ғой, менің ана
Şiirim var mı Nayman kız, Naymankam? Lale kuş degan. Iya. Oy pis o. Aje. Batanızı jibirmey katsana. Iya. Berip kelsa adam bolu yani. Ya qo'shayinqa rizo bo'lsin. Qo'shayin deb. Kelib bedingiz? Иә, сізге келді. Мен алдында екінші рет осымен Өскеменде тұрасыз ба? төртінші рет келіп тұрмын. Иә, Өскеменде тұрамын. Осы алдында неменемен келгем. Мойны басым ауырып, сонан жазылған былтыр. Осы көктемде келдім ғой тағы да. Онда арқам ауырып, арқамнан әшейін бір нәрсе жүріп, ары келіп ұстап, мен ұйықтай алмай. Сол сізді ұстап істемейін дегеннен жақсы болды. Қазір кетті арқам жеп. А енді басқаша келіп тұрсыз ба? Енді бүгін сол геморрой мына ішім. Бәрі шашқан осы. Еще ұрсып мені. Сен ғой шашқан? Мен қуып жүрмін. Тамағын қызған.